биология сабағы, бөлім заттардың тасымалдануы, сабақтың тақырыбы буылтық құрттардың, ұлулардың, буын аяқтылардың, омыртқалылардың жүрегі және қан тамырларының құрылысы мен қызметі. Сабақтың оқу мақсаты жануарлар жүрегінің құрылысы мен қан тамыр жүйелерінің құрылысын сипаттау, қантамыр қабырғасының құрылысы мен олардың қызметі арасындағы байланысты орнату. Сабағымызды бастамас бұрын экранда көрсетілген суретке назар аударайық. Суреттен не байқадық? Бұл суреттен жануарлардың жүрек қан тамырлары жүйесі құрылысының ерекшеліктері мен эволюциясының бейнеленгенін көріп отырмыз. Ендеше жаңа сабағымызды бастайық. Жануарлардың қан айналым жүйесі тек қан тамырларынан немесе жүрек пен қан тамырларынан тұруы мүмкін. Эволюция барысында қан және қан айналым жүйесі алғаш рет буылтық құрттарда пайда болды. Оларда жүрек болмады. Жүректің қызметін дененің алдыңғы жағындағы жүрекше деп аталатын 5 ірілеу сақиналы қан тамыры атқарды. Бас сүйексіздерде де жүрек болмайды. Қандауыршада жүрек қызметін құрсақ қолға қан тамыры атқарады. Бас сүйекті жануарларда ұлулар мен буын аяқтылардағыдай қан айналым жүйесі жүрек пен қан тамырынан тұрады. Адамның қан тамырларының қабырғасының құрылысы. Ірі қан тамырларының қабырғалары 3 қабаттан тұрады. Сыртқы, ортаңғы және ішкі. Сыртқы қабат қан тамырларына пішін, серпімділік және беріктік қасиет береді. Тығыз дәнекер ұлпасынан тұрады. Барлық іші қуыс мүшелердің қабырғасында болады. Ортаңғы қабат бірыңғай салалы бұлшықеттарынан тұрады. Бұлшықеттер жиырылып босаңсу арқылы қан тамырлары қуысының диаметрін реттеп отырады. Ішкі қабат жалпақ эпителий ұлпасының жасушаларынан сілемейлі қабықшадан тұрады. Ең ұсақ қан тамырлары капиллярлар осы үшінші қабаттан тұрады. Ағзаны түгелдей торлап жатқан қан тамырлары 3 топқа бөлінеді: артерия, вена және капилляр. Артерия жүректен шыққан қанды таратады. Сондықтан онда қан қысымы жоғары және тез жылдамдықпен ағады. 3 қабаттан тұратын берік тамырлар. Ағзадағы ең ірі артерия қан тамыры қолға деп аталады. Вена қанды денеден жүрекке айдайтын қан тамырлары. Қанның венадан жүрекке қарай ағуының 3 түрлі себебі бар. Бірінші, кеуде қуысында қысым төмен болады. Екінші, қаңқа бұлшықеттерінің жиырылуы. Үшінші, қанның кері ағуына кедергі жасайтын қақпақшаларының болуы. Капиллярлар зат алмасу мен газ алмасуды қамтамасыз ететін ең жіңішке қан тамырлары. Барлық мүшелерде капиллярлар торлап жатады. Қабырғасы өте жұқа және эпителий ұлпасының бір қабат жасушаларынан тұрады. Адамның және басқа да сүтқоректілердің жүректері 4 бөліктен тұрады. 2 қарынша, оң жақ және сол жақ, және 2 жүрекше. Жүректе қан тамырлары сияқты 3 қабаттан тұрады. Сыртқы, ішкі және ортаңғы. Сыртқы жұқа дәнекер қабаты перикард. Жүрек қабын түзеді. Ортаңғы қабат миокард деп аталады. Ол ерекше көлденең жолақты бұлшықет ұлпа қабатынан тұрады. Ішкі қабаты эндокард. Қанмен үйкелісін азайтатын эпителийден тұрады. Жүрек үздіксіз жиырылып босаңсу арқылы қанның қан тамырлар бойымен қозғалысын қамтамасыз етеді. Оқушылар, енді бүгінгі сабақ бойынша оқу жаттығуын орындайық. Берілген кестедегі
Сұрақтардың жауабын қасына толтырыңдар. Бірінші, қан және қан айналым жүйесі алғаш пайда болды. Екінші, қан тамырлары қабырғасы қанша қабаттан түзіледі. Үшінші, ағзаны түгелдей торлап жатқан қан тамырлары неше топқа бөлінеді. Төртінші, адамның және сүтқоректілердің жүрегі неше бөліктен тұрады. Оқушылар, тапсырманы орындап болсақ, менімен бірге жауаптарын тексерейік. Бірінші, қан және қан айналым жүйесі алғаш пайда болды буылтық құрттарда. Екінші, қан тамырлары қабырғасы қанша қабаттан тұрады? 3 қабаттан тұрады. Сыртқы, ішкі және ортаңғы қабаттан. Үшінші, ағзаны түгелдей торлап жатқан қан тамырлары қандай топтарға бөлінеді? Артерия, вена және капилляр. Адамның және сүтқоректілердің жүрегі неше бөліктен тұрады? 4 бөліктен тұрады. Оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.